Баршаңызға сәлем, сіздер мен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәні болатын жұмсақ сүйекімді өте дәмді батон нандарын дайындайтын боламыз. Мөлшері мен құрамын төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, ортасын ашып, 1 шай қасық тұз, 2 қасық қантымызды және 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Жылы суымызды және жылы сүтімізді құятын боламыз. Және шамамен 50 грамдай сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып қамырымызды илей бастаймыз. Бір жарым сағат өткеннен кейін қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай осылай керемет болып көтеріліп дайын болып тұрады. Ешқандай да қолымызға жабыспайды. Енді осы қамырымызды үстелдің үстіне қойып, осылай қолымызбен бетін жақсылап илеп аламыз. Илеп алғаннан кейін көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай дәл ортасынан пышақтың көмегімен бөліп аламыз. Келтіреміз және противенге орналастыратын боламыз. Араларына алшақтау қылып қоямыз. Бетін пленканың көмегімен немесе орамалдың көмегімен жауып, тағы да көтерілуге 20-25 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін нандардың көлемі ұлғайып, осылай көтеріледі. Ал енді өткір пышақтың көмегімен беттеріне осылай кесіп шығамыз. Нандарымыздың бетіне жұмыртқаның сарыуызын 1 қасық сүтімізді құйып, араластырып, осы нандарымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Алдын ала 200 градуста қысып тұрған пеште